Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай яблочный пирог жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін менімен бірге көріңіз. Рецепті сақтап алсаңыз болады. Ол үшін бізге қажетті заттар осындай ыдыс қажет болады, миксер. Яғни біз алманы дайындап алдық. Алманы кубиктап турадық. Және де бетін сәндеуге арналып турап алдық. Қант, ұн, тұз, май, жұмыртқа, сода қажет болады. Ең алдымен біз жұмыртқаны осылай жарып, миксерлеп аламыз. Достар, егер менің видеом бұдан ары дамып шықсын десеңіздер, маған қолдау білдіріп кетіңіздер, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Жұмыртқаны қантпен осылай араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Беті осылай көпіреді. Осылай көпіре бастаған соң, біз басқа да ингредиенттерді салуға кірісетін боламыз. Неғұрлым ұзағырақ миксерлесеңіздер, соғұрлым күшті теста шығады деп айта аламын. Және де осы тестамызға сұйық майды құятын боламыз. Айран құятын боламыз. Және де тағы да миксерлейміз. Жақсылап араластырып алдық. Және енді бұған яғни алманың уксусын қосатын боламыз. Бұл арнайы дүкендерден алсаңыздар болады. Кішкене сода қосатын боламыз. Соданы осылай уксуспен араластырып аламыз. Біз миксерлеп болып қалдық. Енді осыған ұнды салатын боламыз. Онан кейін біз кубиктеліп туралған алмамызды осылай саламыз. Және барлығын жақсылап араластырамыз. Нәтижесінде осылай бетіне алманы сәндеп қойып пісіріп алдық. Барлықтарыңызға рахмет.